Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі тақырып балалар не үшін саусағын сорады, қалай қойдыруға болады. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Нәрестелердің саусақ соруы қалыпты рефлекс. Тіпті бала анасының құрсағында жатқанда да саусағын сорады. Ол баланың туылғанда ана омырауын еміп тамақтануына дайындық. Алғашқы айлардағы нәрестелер қарны ашса саусағын салып сора бастайды. 6 айдан бастап саусағын салуы әлемді тануына байланысты. Бұл уақытта олар тек саусақ емес, кез келген затты аузына сала береді. Бұл қалыпты нәрсе, яғни 1 жасқа дейінгі балада қалыпты. Ал үлкен балаларда саусақ соруы ше қалыпты емес. Бала не үшін саусақ сорады? Ана омырауын ембеуі, жасанды тамақтандыру. Омыраудан ерте шығарылған балаларда көп кездеседі. Ата-анасының қамқорлығын, мейірімін сезінбеу. Балаға көңіл бөлу жетіспегенде, бірдеңеден қорыққаннан, отбасындағы ұрыс-керіс, содан болатын баладағы стресс, баланы қатал тәрбиелеу. Ана омырау емуі баланың тек қарнын тойғызу ғана емес, ол өзін қамқорлықта сезінеді. Ал омырау ембеген немесе ерте шығарылған балаларға сол қамқорлық, жылулық жетпегендіктен саусағын сорып өзін алдап, соған әдеттеніп кетеді. Сонымен қатар қатал тәрбие, бірдеңеден қорқу, көңіл бөлінбеу, стресс-те баланың жүйке жүйесіне әсер етіп, өз-өзін тыныштандыру мақсатында саусағын сорып, соған әдеттенеді. Кей ата-аналар саусағын соруын қойғызу мақсатында баланы ұрып, ащы заттар жағып қойып, тағы басқасын жасап, баланы одан сайын стресске түсіреді. Одан соң бала оны қоймақ тұрсын, одан сайын беріліп кетеді, себебі өзін тыныштандыру үшін. Сондықтан баланың саусақ соруын қойғызу үшін балаға барынша көңіл бөлу, мейіріміңізге бөлеп жақсы көру, жай сөзбен айтып, оның жаман қылық екенін түсіндіру, баламен ойнап, далаға серуендетіп, кітап оқып беріп, бірге уақыт өткізіп, балада бос уақыт қалдырмау саусақ соруға. Физикалық жүктемені азайту, ерте оқытуға тырыспау, ол да балаға жүк. Баланы жазаламау, әсіресе ұрып. Егер де бұл тәсілдер көмектеспесе, психолог көмегіне жүгіну керек. Балада психологиялық жағдайлар болуы мүмкін. Әсіресе 5 жастан асқан балалар саусағын соратын болса, міндетті түрде психологқа апарған дұрыс. Себебі балада невроз жағдайы болуы мүмкін. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.